Важность $1000 деп айту керек. $100 емес. Еркебұлан Сәбитжан айтады ғой, $1000 деп кішкентай қылып жазып қояды да. $1000-ға не алуға болады? Балаңа телефон ал. Дұрыс қой, iPhone алып жатыр. Ақша жоқ дейді, бірақ телефон деген тола. iPhone 14, 13 алып беріп тастайды. Ақша жоқ дейді, көйлек алады. Ақша жоқ дейді, басқа алады. Самое главное, $1000-ды кішкентай қылып көрсететін жол салыстырады телефонмен. $1000-ға не алуға болады? Телефон. $1000-ға қандай бизнес ашуға болады? Не ашуға болады? Ойлаңыздаршы $1000-ға. Қандай? 500 мың теңге, 430 мың теңгеге мықты бір бизнес аша аласыз ба қазір? Аша алмайсыз ғой. Дальше $1000-ға қандай денсаулық алуға болады? Ауырып қалдыңыз, Құдай сақтасын, балаңыз немесе анаңыз ауырып қалды. $1000-ыңыз сіздің жол кіріңізге де жарамай қалады. Ана емшіге баруға. $1000 емес, миллиондап, миллиардтап ақша денсаулығына құйып жатқандар бар, которым денсаулығын кері қайтара алмайтын. Осы үш әңгімені айтасыз. Бірінші, $1000 айтасыз. Қанша тұрады? Ой, бұл қымбат, $1000 тұрады дейді. Деп айтыңыз. Сенімді түрде. Дальше түріне қараңыз. Сөйтесіз айтасыз. Бірақ сен үшін екінші жол бар. Ол $600. Тағы да қарайсыз түріне. Мақұлымда деп. Исключительно именно сен үшін сұраттым. $200-ға и плюс еще бір продукция жаңағы қосып бердіңізші. Жан деп сізге қымбат қалып кетеді жайына. Қуан. Почему? Закон психология бойынша адам жоғарыдан айтатын болса, обязательно төмен тартады, төмен. Любой бизнес-маркетинг солай жұмыс жасайды. Үлкенді айтасыз, төмен түсіреді. А егер де сіз $100-дан бастайтын болсаңыз, ол кісі айтады, 20 мыңға бола ма, 10 мыңға бола ма, 5 мыңға хотя бы штук бола ма деп айтады. Поштучно. Бұл сізді артқа тартады. Маркетинг бойынша жоғарыдан бастайтын содан. Почему сіз айта алмайсыз? Өйткені өзіңіз жоғары әңгімені қорқып отырасыз. Жоғары, сіздің ойыңызда возражение ол кісіде емес, сізде тұр қымбат деген. Қымбат деген өзіңізде тұратын болса, $115 дірілдеп тұрып айтасыз. Ойбай, алам екен, алмай екен, ақшасы жоқ деген деп. Ол возражение өзінен суырып тастап, содан кейін жаңағыдай важностьты келтіріп тұрып айтыңыз, қымбат деген жайына қалады. Именно сол қымбат деген адамдарыңыз анау басқа нәрселерді алып жатыр, $600, $1000. Сол кісі айтатыны, Еркебұлан айтады ғой, Сәбитович, сіздердің қолдарында 5 бармақ тұр дейді, үлкен, 5 пакет қып бересіңдер дейді, дірілдеп. А бір компанияларға қолдарында 5 пакет тұр дейді, бірақ 5 бармақ қылып подачасын береді дейді. Сол үшін олар сояққа кетеді дейді. Просто подачада бұл жерде. Қымбат, жаңағыдай келісіңіздағыны тарсыратып айтадыңыз. Не үшін қымбат деді? Сіз важнысын айтқан жоқсыз бірінші. Келдіңіз айтыңыз, қанша тұрады дейді. Бірден 115 деп бір қаттыңыз дірілдеп. Ой, қымбат бұл дейді, әңгімеңіздің бәрі қалды. А сол үшін де көп адамдар сіздің презентацияңыз цена соңында тұрады. И қазір айтамын, пока важнысын жик айтып келдіңіз да, именно важнысын айтып келіп, соңында цена. Не үшін қымбат деп айтады? Анау несін? Соответствует или не соответствует? Құндылығын просто сұрап тұрып айтады. Мен ол ақшаға не аламын? Жаңағы нәрселерді айтатын болсаңыз, кішірейтетін болсаңыз, адам спокойно $215 кіреді. Біреулер даже $1000 кіріп кетуі мүмкін. Сразу. Нормально деп. Потому что біздің өзімізде талай ситуация болған. Неге маған үлкен пакетті айтпайсың? Неге? Өйткені қорқықтап 115-200-ге жазып тастағанбыз кезінде. А сол кезде маған важно үлкен пакет айтатын болсаң, мен кіретін едім ғой сол нәрсемен. Деп айтатындар болады араларыңызда. Хорошо? Хорошо.